Сәлем баршаңызға, канал қолданушылары. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Мен сіздерге бүгін саумалдың қасиеті, оның денсаулыққа пайдасы жайында біршама кеңестер мен ақпараттар беретін боламын. Сондықтан да қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Жалпы саумал жаңа сауылған бие сүті, оған қымыз ашытылады, кейде суытып қымыздың қорына қосылатын сүтін саумал деп те атайды. Сүтті сауғанда қалайы ыдысқа сауса шипалық қасиетін тез жояды. Саумалды қыш ыдысқа я ысталған қауаққа сауады. Тағы бір ескерер жайт, саумалды бір ыдыстан келесі ыдысқа қотарып мазалай бермейді. Саумал қымыздың емдік қасиетіне жылқының жайылымы, жеген шөбі, ішкен суы мен ауасының да әсері бар. Саумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, қыр, қатпаршақ, өт, бауыр, тоқшек қабынуын, көзін тауып емдейді. Қант кеселіне тосқауыл, қанның сүзгісі еркектің қуатты арттырады. Қан қысымын ретке келтіреді, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді. Рак клеткаларына тосқауыл болады. Буын ауруларына пайдасы тиеді. Қымыздың құрамындағы қанықпаған май қышқылдары адам денесіндегі жасушаларды жақсартады. Ағзадағы зат алмасуын реттеп отыратын асқазанның, ішектің, ұйқы безінің, ас қору сөздерінің, бауырдағы өт бөлетін ферменттердің жұмысын ынталандыратын қымыз құрамында пайдалы заттар бар. Әлемде және елімізде бие сүтіне деген қызығушылық жыл сайын артып келеді. Арнайы мамандар саумалды зерттеу, оның адам ағзасына тигізетін пайдасын анықтаған. Осы өнімнің емдік қасиеттері туралы мәліметті мен сіздерге біршама беріп өткім келіп отыр. Ғалымдардың пайымдауынша саумал жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілу кезінде ас қорыту процесіне қатысатын органдарға, асқазан, ұйқы безі, бауыр, ішек үлкен жүктеме жасамайды. Сондықтан дененің қалыпқа келу процесін жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, суық тию мен тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданылады. Ол қан айналымын жақсартып, ер азаматтардың потенциясын күшейтеді. Сондай-ақ саумалдың көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазанның ойық жарасын емдеуге болады. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Айта керек, мұндағы кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде кездеспейді. Ал құрамындағы С дәруменінің мөлшері сиырдың сүтінен 7 есе жоғары. Еуропаның ғалымдары саумалды емдік және диеталық өнім ретінде пайдалануға кеңес береді. Көптеген адамдар бие сүтін қалай қолдану керектігін біле бермейді. Негізінде саумалды күніне 4-5 рет тамақтанудың алдында 20-30 минут бұрын 250 миллиграммнан ішкен абзал. Осылай жалғасса, бір аптадан кейін адамның көңілі көтеріліп, ұйқысы жақсарып және тәбеті ашылады. Емделу уақыты 1 ай, алайда толық пайда алу үшін кейбір ережелерді сақтаған жөн. Мысалы, бие сүті сауылғаннан кейін 3 сағаттың ішінде негізгі қасиеттерін жоғалтады, бірақ саумалды мұздату арқылы өмірін ұзартуға болады. Сол уақытта табиғи өнім барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерін сақтайды. Бие сүті жалпы қандай аурулардың алдын алады, яғни саумал. Бие сүтінің құрамындағы аскорбин қышқылының, рицозимнің, лактофериннің жоғары мөлшерде болуы оның иммунитетті тұрақты ұстайтын немесе жоғарылататын қатысын дәлелдейді. Атап айтқанда, туберкулезде, суық тиюде, ұзақ және созылмалы ауруларда, қатерлі ісіктердің алдын алуда және емдеуде өте тиімді. Сонымен қатар салмақ қоса алмайтын адамдар үшін пайдалы, себебі тәбетті ашады. Бие сүтінің құрамындағы пайдалы майлардың жоғары мөлшері жүрек қан тамыр жүйесінің гипертония, ишемия, инфаркт және тағы басқа аурулардың алдын алады және кешенді емдеуде едәуір көмек болады. Сиыр сүтімен салыстырғанда бие сүтінде казеин ақуызының төмен болуы аллергияны туындатпайды. Бұл әсіресе балалар үшін маңызды. Кальций мен фосфор минералдық элементтері балалардың сүйегін қатайтып, қанның өсуіне жақсы әсер етсе, егде адамдарда және әйелдерде остеопороз ауруының сүйек сынғыштығының алдын алады. Темір тапшылығы бар адамдар үшін анемияның алдын алуда және емдеуде таптырмайтын сусын. Қымыз құрамындағы мырыш, селен элементтері ер адамдардың қуатын арттыруға көмектесетінін айтып өткен болатынбыз. Қымыз құрамында бастапқы саумал құрамындағы пайдалы заттектердің көпшілігі сақталып қалады.
Тіптен кейбір дәрумендердің тұрақтылығы жоғарылап тұрған сайын көбейе түседі. Атап айтсақ, дәрі мен аскорбин қышқылы. Себебі аскорбин қышқылы ең тұрақсыз, сыртқы ортада тез ыдырайтын дәрумендер қатарына жатады. Ал қымызда қышқылды орта болғандықтан ол ыдырамайды. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын альбумин тобына жатады. Салыстыра келсек, басқа үй жануарларының сүті казеин тобына жатады. 500 мг бие сүті ағзаға қажетті дәруменнің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, оттегі және организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, магний, бром сияқты минералдар, дәрумендер. Жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екені анықталып отыр. Сауылғаннан кейін 2 сағаттан асқанға дейін саумалдың ешқандай қасиеті жоғалмайды. Саумалдың құрамындағы көп сұйық оттегі әр жасушаға жетеді. Адам организміне тез сіңіп қана қоймай, түрлі асқазан жараларына, ісік ауруларына ем, өкпе-бауырды қуаттандырады, қан құрамын реттеп қантты теңгереді. Сонымен бірге белсіздікті жойып, генді қалпына келтіру рөлі бар деп есептейді мамандар. Жылқы сүті, яғни қымыз, жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттердің арқасында әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды. Құрт ауруларының алдын алады, ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Ал саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына ішсе тіпті пайдалы екен. Салданудың да алдын алады, жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып нәрлетеді. Демек, емізулі балаға да пайдасы орасан. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартады. Іш қатудың алдын алады, бүйрек пен бауырды қанықтырып, қан тамырларын тазалайды. Буын ауруларымен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сарыауыру, гепатит, ұйқысыздық, ішектегі жара, гастрит сияқты аурулардың бірден бір емі. Қымыз адамның физикалық жағдайын да күшейтумен қатар тәбет ашып, ас қорытуды жақсартуға ықпал етеді екен. Бие сүті тек адам ағзасына ғана емес, түрлі дертке шалдыққан малдарға да пайдалы екені расталған. Мал дәрігер мамандарының айтуынша, қымызды бұзаулардың, балапандар мен тауықтардың ащы ішегінде қабыну белгілері байқалғанда, ірі қара малдың асқазаны әлсірегенде, тауық балапандарына А және В дәрумендер жетіспегенде, сауын сиырларының іріңді желінсау ауруына ем ретінде қолдануға болатын көрінеді деген. Сондықтан да үнемі саумал ішіп денсаулықтарыңызды ұстап жүріңіздер.